Достар, бүгінгі видеода профиліңіздің қауіпсіздігі туралы қарастыратын боламыз. Профиліңізді басқа құрылғыдан немесе басқа тұлғалардың пайдаланып кетпеуі үшін сақтық шарасы ретінде екі факторлы аутентификация деген қызмет бар. Сол қызметті қарастыратын боламыз. Ол үшін баптаулар бөліміне өтіп, Two Factor Authentication деген аккаунт бөліміндегі бөлімді таңдайсыз. Екі факторлы аутентификация деп аталады. Бұл яғни сіз әрбір кез өзіңіздің құрылғыңыздан логаут жасап, яғни шыққан кезде және қайтадан логин пароліңізді теріп кірер кезде сіздің профиліңізде көрсетілген номерге SMS жіберу арқылы жүзеге асады. Яғни сіз өзіңіздің профиліңізге басқа құрылғыдан кірмеген болсаңыз, онда басқа тұлғалар кіре алмайды. Себебі оларға SMS жіберіледі, арнайы 6 орынды сан жіберіледі. Сол санды енгізбейінше Instagram профильге кіруге рұқсат бермейді. Алдымен осы қызметті іске қосамыз. Осы кезде Instagram біздің профильде көрсетілген номерге арнайы 6 орынды саны бар кодты жолдайды. 914 278. Осы номерді енгізгеннен кейін әрі қарай батырмасын басасыз. Сіздің барлық келесі жолғы профильден шығып кеткеннен кейінгі қайтадан логин жасап кіретін кезде сіздің көрсетілген номеріңізге әр кез SMS код келіп отыратын болады. Сол кодты теру арқылы өз профиліңізге өте аласыз. Бұл деген сөз, сіздің номеріңіз жоқ адамдар ешқашанда сіздің профиліңізге қатынас ала алмайды, яғни кіре алмайды деген сөз. Бұл өте тиімді әрі қауіпсіз. Сондықтан да осы әдісті қолданыңыздар. Ешкім сіздің профиліңізге ешқашан кіре алмайды.